Мен бар ғой, мына жерде былай көпшілік қосылады деп ойлаймын. Біз мына жерге сұрақ қоюға келген жоқпыз. Арыз жазып сізге ұсыныс айтуға келген жоқпыз. Біз орға Айке, мына жерде сіз жаңа санитар деп отырсыз ғой. Бізге санитар дейтін ешкім емес. Никто. Мемлекет басшысының өзі ата заңға қол қойып тұрып халқына ант береді. Ата заңда 29 бапта жазылған. Әр Қазақстан азаматы денсаулығын сақтауға құқығы бар деп. Дұрыс қой? Мен айна қатесіз айтып отырмын ғой. Мен денсаулығымды вакцина алып сақтайын ба, алмас сақтайын ба, ол менің құқығым. Егер де менің денсаулығыма қатысты бір нәрсе мен жұмысыма кедергі болмау керек. Бұл талап, халықтың талабы деп есептеймін. Вакцинация егер әңгіме жоқ, мекеме басшысы жұмысшыларын денсаулығын ойлайтын болса, тест тапсыртатын болса, мекеме счетынан қарастырылсын. Бұл халықтың талабы, ешқандай ұсыныс емес, Айке. Бұған халық қосылады деп ойлаймын. Бірінші, екінші, мына ауданның дәрігер бас дәрігері Шалабаева Гүлшат апамыз сол басшы мекемелерге өзі қыдырып жүр. Ана фебрликті бірдеңе сататын адам реклама жасап жүр, соғыстап реклама жасап жүр. Тоқтатсын. Себебі менің денсаулығым, маған салынған вакцинация, мен өліп қалатын болсам, менің балдарыма Шалабаева сіз де әкім болмайсыз, ата-ана болмайсыз. Менің денсаулығым сізге емес, Шалабаева емес, маған маңызды. Дұрыс қой? Сіздің денсаулығыңыз сізге маңызды, менің денсаулығым маған маңызды. Білем, барлық басшылар отырған орны өздері үшін қымбат шығар. Ойлаған, бала күні армандаған орындары шығар, әкім болу, зам болу мысалға да. Бірақ олар үшін орны маңызды болса, біз үшін денсаулығымыз маңызды. Сондықтан, барша мен мынандай видеоға түсіріп отыр ғой. Аудан мекеме басшыларына айтам, сіздер отырған орын ертең біреудікі. Түгелін айтам, камераға түсіріп. Сіздің отырған орныңыз ертең күні біреудікі. Менің денсаулығым, менің бала-шағамның болашағы, ол менікі. Мен солар үшін осы жерге ертең жұмысқа келмей қалсам да, балаларымның мектепке садикке кірмей қалсам да, мен дәл осы жерге өзім келіп отырамын. Мен үкімет мүмкін мені сүйреп апарып көрге тыққысы келіп тұрған шығар. Аяғымен бар деп мен зорлап жатыр. Барып аяғымен кірдім. Мен аяғымен кірмеймін. Қолдардан кетсе сүйреп апарып көрге тықсын мені. Айке, дәл сондай мен ашынғаннан айтамын. Айке, ашынғаннан шығады, ащы даусын дейді. Айке, ол халықтың бүкіл мекеме басшыларына айтамын. Сіздер жұмысшыларға, сіздер қинап отырған шығарсыздар. Бірақ ойлаңыз, сол сіз қинап отырған жұмысшының артында қаншама бала шағасы бар. Қаншама бір үйдің Құдайдан сұрап алған жалғыз баласы сіздің жұмысшыңыз. Бір үйдің асыраушысы сіз зорлап отқан жұмысшы. Сондықтан мен сіздерге айтам, құрметті мекеме басшылары, ешқандай жұмысшыларыңызды зорламаңыздар. Қарсы шыға алмайсыздар ма, басшылықтарыңызға қарсы жұмысшылар зорламаңыздар. Себебі жұмысшылардың денсаулығы сіздерден жұмысшыларға маңызды.